Армысыз қазақ елі. Әнімін дегенше жазда өтіп, салқын кез басталды. Мынау салқын кез басталғанда өзінен өзі белгілі әртүрлі мынау қабыну, ОРЗ дейді, ЖРВИ дейді, сондай аурулар пайда болып, адамдардың жаңа жаста кәріде ауырып, енді неше түрлі жаңағыдай. Негізі аурудың бәрі микробтан, вирустан пайда болатын болғаннан кейін, енді сынықтан басқа да травмалардан басқасы, инфекциялық аурулар кіретін жері мұрын. Мұрын арқылы кіріп, адамның ағзасына, өкпесіне, мына жерде әртүрлі, әуелі тамағына ангина дейміз, оның жоғары жағында фарингит дейміз, одан кейін мына жерге трахеит дейміз, ларингит, трахеит, сосын барып тұрып бронхит, сосын мына өкпеге кетіп жатса пневмония, өкпе қабыну деп жатамыз. Енді мен сіздерге қысқаша түсіндіре айта кетсем, мынау адамның ағзасы дейік. Қай жер тұрған? Мынада енді мұрын қуысы. Мұрын қуысынан өтіп, мына жерде жұтқыншақтан өткеннен кейін трахея арқылы ары қарай өкпеге кетеді. Бір қызығы, енді жаратушының жасаған шеберлігі. Мына мұрныңнан өткен нәрсе тазарып, мұрынның ішіне тазарған кезде, мынау раковина, носовые раковина дейді, мынау енді мұрынның ішіндегі құрылысы. Мынадан өткен ауа мұрын арқылы, әуелі мына жерде түктер бар мұрынның ішінде, да? Кейбіреулердің мұрнының жүні сыртқа шығып көрініп тұрады. Оның міндеті шыбын, шіркей, шаң, тозаңдарды ұстап қалу. Енді есік алдындағы күзетші сияқты. Сосын барып тұрып, ауа кіреді де, мынаның ішінде вихровой дейді, айналып, мынау раковиналар оны тік-тіке өкпеге жібермейді. Мынада айналдырып, центробежная сила, жаңағы ішіндегі микроб болсын, шаң, тозаң болсын, мына сілекей қабыққа жабысады да, сосын бұлардың құрамында реснички дейді. Солар кейін қарай итеріп, мына өкпеге жібермей, кейін қарай итеріп тұрады мына жерден. Сосын ол мұрынның мына шетіне жабысып қалады да, сол жерден уже адам сіңбіргенде, шүкіргенде, уже қолыменен ағып жатады. Кішкентай балаларда постоянно мұрнынан маңқасы ағып жүретіні, оларда әлі иммунитет аз, жоқ. Сол кезде мұрнын постоянно мына жерден жуып отырады да, сыртқа қарай жуып. Айқайлаймыз да, мұрныңды сүртіп жүр, ой маңқа деп. Сол балалардың қандай жажығы жоқ, олар қайта жақсы, аққан сайын тазартып мұрынды. Үлкен адамда ауыра бастағанда микробтар мынаның ішіне жинала бастаған кезде жуып, тырысып, мынаны түшкіртіп, содан шығартып тұрады, жөтелтіп. Сондықтан енді бұның ішінде микробтар пайда бола бастаған кезде, температурасы адамның көтеріле бастаған кезде, мына жерде ішінде өзінің антибиотиктері, мына мұрынның шырышы арқылы шыққан сок дейді ғой, сол арқылы мына микробтарды жібермеуге тырысып, мында өкпеге қарай жібермей. Қыста далаға шыққан кезіңде сыртта 30 градус аяз болса, сен деміңді алған кезде ол сенің өкпеңе 32 градус болып жылып кіреді. Сонда көріп тұрсыңдар, 60 градус разница. Ол қалай үлгереді? Оның үлгеретіні, мысалы сен мына жерден мына жерге дейін, екі қарыс па, сондай жер, сол жерге кіргенше жаңағыдай ауа жылып отырады. Оны жылытып отыратын құдірет мынаның ішінде, батарея сияқты, үйіңіздегі батарея сияқты, жылы қан тамырлар, мұрыннан соққанда қан кететін, содан қан тамырлар өте көп орналасқан, сосын ол барып тұрып, жаңағы батарея сияқты жылытады. Мынау раковиналар сол батарея сияқты. Мына жерде полость дейді, гайморой полосьті көріп тұрған шығарсыздар. Мына жерде лобный, маңдай қуысы. Сол қуыстар жаңағы ауаны жылтып ұстап тұрады да, сен ішке дем алғанда өкпеңе жібереді, сырттан келген ауа қайтадан соған кіреді. Сондықтан кейбіреулер, ой, мен гайморитпін, мен ангинамын, ойбай, мен анау-мынаумын деп қолын сілтеп жүре береді, мырқырап. Ол түбі жаман ауруларға, жүрек ауруларына, бітік ауруларына, өкпе ауруларына алып барады. Сондықтан ауру басталмай жатып емдеуге тырысыңдар.